күмәнің әкелдің ба? Күмәнің бар ма не? Конечно бар. Осы уақытқа дейін оны маған ешкім әкеліп бере алмаған. Мен олар емес. Ақшаны әкелдің бе? Әкелдім. Мен екі сөйлейтін жігіттерден емеспін. Тауарды әкелем дедің ба? Әкелдім. Ары қарай не болады, конкретно айтшы маған. Тыңда, мен де бір-ақ рет сөйлеймін. Мен саған өткенде айттым. Егер тауарды әкелетін болсаң, екеуміздің арамыздағы қам төгістің бәрі тоқтайды. Былайша айтқанда, будем жить в мире и согласии. Сөзінде тұрасың ба? А че, күмәнің бар ма не? Сол күмән болмасын деп тұрмын ғой. Болмай қойсын. Әкел ақша. Разожок, уважуха, красавчик. Мир? Мир. Пацаны, все в ажуре, жизнь налаживается. Мадина мынау ма? Осы ма деймін саған? Аға, кешіріңіздерші мен. Мынау қайда? Қайда деймін саған? Білмеймін, танымайын. Жайма сенгі? Аға, мен түсінем бәрін. Мен сенің айтқаныңды істемедім осы уақытқа дейін. Мен өзім білгенім істеп кеттім. Мен өзім енді бәлеге қалып отырмын, аға. Маған дәл қазір қатты көмегің керек. Мен кешке дейін қазір ақша тауып апармасам, мен досымды өлтірейін деп тұр, аға. Маған қатты ақша керек қазір. Осы жол көмектесші маған. Мен шынымды айтамын бар ғой, осы ситуациядан көмектесем болды. Мен ары қарай мен тыныш жүрем, аға. Көмектесші маған. Шынымен мен өзім жақсы болсын, жаман болсын, мен өзім досымды өлімге қимаймын, аға. Маған қазір уақытта тығыз болып тұр, маған қатты көмегің керек, аға. Осы жол көмектесші. Егер де мен... Қанша? $5000. Айналайын. Сен $5000 қораға кіретінен не істедің, а? Не істедің деймін саған? Аға, негізі бұлай болды, аға. Мен... Кешіріңіз. Менің қорғансыз қарындасымды зорлаған кезде көтіңді ойламадың ба, мал? Менің қарындасымның
бүкіл өміріне балта шауып өшпестей қарада қалдырғанын білесің ба сен? Сен сияқты хайуандарға аға паз. Дархан? 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 Дархан! Дархан! Рауане, айқайлай беріңіз. Ешкім жоқ бұл жерде. Осында жолған деп пе Ақшаны қайда әкелетін адресті өзім айтам деген. Звондаған жоқ. Звондаса енді өзің. Өшірілі телефон. Бәке, қарындасыңыз зорлаған малғұнның осы екенін қайдан білдіңіз? Мадина кішкентай кезінде сурет салуға қызығады. Бүгін таңертең қарасам сурет салып отыр. Барып көрсем, екі адам суретін салып қойыпты. Осылар ма десем, шамамен түрлері осындай болатын деді. Екінші адам суреті бар ма? Иә, бар. Так. Бәке, мен білем мынаны. Танисың ба? Қайда бұл? Кім бұл? Так, бұл маған бүгін хабарласу керек еді. Ё-моё, өшіп қапты ғой телефоным. Мәге, мынаны маған тез тауып берші. Ол проблема емес, Мәге. Братан, машинаны ауыстырып алайық, палево болмасын. Мәке, осы үй. Анасы суреттегі бала. Осы үйде тұрады, ағасының қолында. Ағасы қаладағы менмен деген бизнесмендердің бірі. Судхаус деген компанияны естіп едіңіз? Иә? Ағасы ол компанияның бастығы. Оның ағасы маған қызық емес. Інісін табу керек. Жай жүрсіз ба аға?
Тыныштық па? Мынау сенің үйің ба? Иә. Мынау сеніңнің ба? Иә, жайма не болды? Қайда ол? Өзімде 2 күн болды таппай жүрмін. Тыныштық па айтсай не болды? Сенің қызыңды, яғни менің қарындасымды зорлаған хайуан осы екенін білесің ба сен? Не? Не естісең сол. Ағасының сүйген қызын, болашақ жеңгесін зорлаған болса, бауырың жарған екенсің сен. Тыңдап ал. Менен ініңді жасырып қалам деп ойлама. Бүгін болмаса, ертең қолға түседі. Аямаймын. Сен де, сенің байлығың да, заңда маған қарсы тұра алмайын. Менің қарындасымды қорлаған қорқаулар жердің астына тықпайынша мен тыныштала алмаймын. Мен ештеңе жоғалтпаймын. Қарындасымның абыройы үшін бәріне барамын. Сәлем айт маған. Шұғыл жаңалықтар. Бүгін қаламыздың оңтүстік шығысында орналасқан бұрынғы авиациялық зауыттың бұзылған ғимаратында Азия нәсілдес 24 жас, 25 жас шамасындағы ер жігіттің мәйіті табылды. Бұл жөнінде қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Мадинаны зорлағаны рас па? Мадинаны зорлағаны рас па деймін саған? Иә, рас. Хайуан, сен не істегенін білесің ба? А?
Тергеуші майор Шеңгелбаев, сізде бір-екі сұрағым бар еді. Kazanız hayırlı olsun. Özünüzü verip olsun. Мәке, былай шықпай әңгімелесейікші. Базеке, не болған өзі? Баламды біреулер атып өлтіріп кеткен. Ұсталды ма енді атқандар? Жоқ. Қазір полиция іздестіріп жатыр. Әке, мен сенің өткен өміріңді толықтай білем. Сондықтан сен маған көмегің керек. Полицияға қол қостырып қарап отырмай, баламды өлтіргендерді өзім тезірек іздеп тауып, жазасын өз қолыммен берем. Қанға қан, жанға жан. Көмектесесің ба? Әрине бауырым. Кім болуы мүмкін олар? Әзірге білмеймін. Базеке, маған толықтай сенім артсаң болады. Мен әр кезде көмектесуге дайынмын. Ya жігіттер осы біз дұрыс есептеп жатырық бұл өзі. Дұрыс. Шатасып кетпек кейін, мен мойыма жазылып кетеді ғой. Я жұмыстың кезінде құрт жемендеші өтініш. Аман аға? Да. Бұрысқа кеп кетіңізші? Болды қазір. Мен Басекеңе барып келем, жұмыс істей беріңдер. Жемесе! Хош, шақырың ба? Самат аға, сізге бір өтініш бар еді. Айта бер бауырым, қолымнан келетін іс болса аянбаймын ғой. Ана Рауан деген інім білесіз ғой? Рауан? Ауылдағы үлкен ағаң баласы ғой, білем ғой. Сол Рауанда қаладан біраз уақыт қалып кету керек болып тұр. Бір-екі қиындықтар шығып қалды. Тыныштық па? Сол тыныштық болмай тұр ғой. Тыныштық болса, қаладан алып кету керек деп айтпаймын ғой. Кейін өзіңізге түсіндіріп айтам барлығын.
Проблемалар шешілем дегенше Рауанды қаладан алып кету керек аға. Бірақ ауылға әлі әзірше барамаймыз. Ол жақ қауіпті болып тұр бізге. Сондықтан басқа жерге бару керек. Аға, Рауанға өзіңіз бас көз боласыз ғой. Қасында бол. Жарай ма? Бірақ өтініш ешкім білмей қойсыншы. Не түсіндім болды. Онда қазір барып заттарını жинай беріңіз. Түстен кейін жолға шығып кетеміз. Жарайды онда. Жақсы. Жалпы осы Самат аға. Бағана досыммен сөйлесіп қойдым. Ауылда бір үй бос екен. Қазір сонда барамыз. Алдында айтқандай өзіміздің ауылға бару өте қауіпті. Рауанға міндетті түрде қараңыз, жарай ма? Жарайды. Қош, егер сенің үйің апару қауіпті болса, ар жағында біздің үй тұр ғой. Біздің үйді кім біледі? Біздің үйге апарайық. Сәке, біздің ауыл таппағанда сіздің үйіңіз сауғамайды деп ойлайсыз ба? Ол өте қауіпті жігіт. Армияда контузия алған дейді. Не болыпты? Қарумен кеп тұрса үйге. Дайынсыз ба соған? Мен қорғат дейсің ба содан? Маған не істейді ол? Контузия алмақ түгіл тағы бірдеңе болса да. Мен саған сөз беріп отырмын ғой. Өзім бас көз болам. Жүре берсін, бола берсін біздің үйдің. Жұрт Самата, болмайды, айттым ғой. Бұл балада таза күйдіргі болды ғой. Бірдеңге орнатты жүреді. Қуаныш, сен қызықсың. Әлі жас қой. Жүрсін, ойнасын, күлсін, жігіт қой. Төбелескен шығар. Кім қателеспейді? Бәріміз қателестік. Ештеңе етпейді. Сәке, сіз білмейсіз ғой не болған? Раван, барғансың басына бәле іздемей тыныш жүр. Мына Самат ағаның айтқанын тыңдап. Мен қолымнан келгенше осы проблемаларды шешуге тырысам. Түсіндің ба? Иә. Бүлдіретін бәленің бәрін бүлдіріп бітірдің ғой сен бала. Көтін қысып, тыныш ауылда жат енді. Досын сияқты өлгің келмесе. Ана досымды біреулер атып өлтіріп кетіпті. Келесі кезек сенікі болуы мүмкін. Сошын айтқан тыңда аман қалғын келсе. Kecil, Tarkan.